Сәлем қыздар, бүгін сіздерге мен сөзбен іздеуді көрсетемін. Алдымен сіздер телефондарыңызға осындай Яндекс переводчик приложениясын жүктеп алыңыздар. Осы Яндекс переводчикпен жұмыс жасаймыз. Себебі Қытай сайты орысша, ағылшынша, қазақша сөздерді іздемейді. Ол тек қана қытайша сөзді ғана іздейді. Сол себептен осы жерге керек затымызды саламыз, жазамыз. Мысалы, сумка іздегіміз келеді. Сумка деп жазамыз. Астына шықты, міне соны көшіріп аламыз. Қытай сайтымызға, таобауға жазамыз. Міне қыздар, көрдіңіздер ме, астына сумка дейді, қасына тағы да иероглифтар шықты. Міне, қазір көрсетейін. Қасына көп иероглифтар шықты. Бұл жерде мысалы жазылып тұр: сумка дорожная, сумка маленькая, сумка большая, сумка рюкзак деп. Енді біз нақты қандай сумка іздегіміз келеді, соны жазамыз. Мысалы, мына жерге сумка рюкзак деп жазамыз. И соны көшіріп жазамыз да, мына жерге қоямыз. Міне, бізге сумка рюкзак шықты. Қыздар, енді бүгінгі біздің сөзбен іздеу сабағымыз аяқталды. Келесіде фотомен іздеуді көрсетемін. Рахмет.